примите меры, если этот. Бұл Орал қаласындағы мектептердің бірінде өткен оқу-жаттығу жұмыстарынан көрініс. Сценарий бойынша мектепте күдікті зат анықталып, балалар шұғыл түрде қауіпсіз жерге шығарулары қажет болған. Сол бөгде нәрсені көріп қалып, біз сол бөгде нәрсе бойынша әрекет жасап, охранымыз дабыл қағып, сол бойынша мектептің алдын енді оқшаулап, бүгінгі көрген күдікті зат бойынша өзіміз алгоритмменен оқушыларымызды, мектебіміздің мұғалімдерін, кіші қызметкерлерді барлығын уақытымен мектептен алып шықтық. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер мектепте төтенше жағдай бола қалса, мектеп басшылығы мен күзет балаларды қауіпсіз жерге шығарудың жолын білу керек. Сол үшін осындай оқу-жаттығу жұмыстары жүргізіледі. Бұл кезде күштік құрылымдардың да, мектеп басшылығының да ширақтығы мен біліктілігі тексеріледі. Құқық қорғау органдары осы білім беру ұйымдарында, мектептерде әртүрлі болуы мүмкін төтенше жағдайларға байланысты сабақтар өткізуде. Яғни кез келген төтенше жағдай кезінде мектептің қызметкерлері және де оқушылар тез арада мектептен шығуын қамтамасыз ету, сонымен қатар қандай да болатын әртүрлі шабуылдарға немесе болуы мүмкін төтенше жағдай кезінде дабыл түймелерінің тиісті дәрежеде жұмыс жасауы, яғни бейнекамералардың толыққанды жұмыс жасауы, сонымен қатар мектепті қазіргі уақытта күзететін арнайы күзет ұйымдарының уақытлы дабыл әрекетіне тиісті шаралар қабылдауын тексеру жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі оқу-жаттығу жұмыстары қаладағы нөмірі 35-ші, 45-ші мектептерде өтті. Жалпы бұл шара 25-ші, 29-ші қыркүйек күндері облыс аумағында өтеді деп жоспарланған. Арнайы оқу-жаттығу жұмыстары кезінде мектептердің күзеті, дабыл жүйесі, қауіпсіздік шаралары түгел сынақтан өтеді. Айта кетейік, қала мектептерінде биыл ғана дабыл түймесі мен турникеттер орнатылған болатын. Одан бөлек мектептердің іші сыртындағы камераларда бала қауіпсіздігі үшін жұмыс істейді.